Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 10-шы сынып. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық рух, ұлт тірегі. 2-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаттарына назарларыңызды аударыңыздар. Ал енді оқушылар, сабағымызға көшу үшін мына екі сөз тіркестерінің мағынасын ашып алайық. Қалай ойлайсыңдар? Материалдық байлық дегеніміз не? Оларға нелер жатады? Рухани байлық дегеніміз не? Оларға не жатады? Осы екі диаграмманы сөйлетіңіздер. Ал енді оқушылар, мына тапсырманы орындап болсаңыздар, сабағымыздың келесі кезеңіне көшейік. Мәтінді тыңдаңыз. Біз қазір материалдық байлықты рухани байлықтан жоғары қоюдың зардабын шегіп жатырмыз. Рухани кедейшілікке ұшыраған қоғамды келеңсіздік жайлайды. Қазіргі атыс шабыс, нашақорлық, жемқорлық пен сыбайластық сияқты жайттар соның нақты айғағы деуге болады. Қоғамдағы бұл сырқаттан емдейтін нәрсе көркем әдебиет. Ол санаға бірте-бірте тарайтындықтан, оның нәтижесі бір күнде білінбеуі мүмкін. Бірақ өз болашағын ойлайтын ел оны өз саясатының басым бағытына айналдырып, оған ерекше көңіл бөледі. Өкінішке қарай, біз қазір қоғамның дерттерін емдейтін жағдайға жете алмай отырмыз. Құрметті оқушылар, жаңа ғана мәтінді сіздер естідіңіздер, тыңдадыңыздар. Енді осы мәтін бойынша келесі тапсырмаларды орындауға көшеміз. Бірінші тапсырма. Мәтіннен алынған сөздердің синонимдарын табыңыздар. Байлықты, зардабын, қоғамды, келеңсіздік, сырқаттан, емдейтін, нәтижесі, дерттерін. Құрметті оқушылар, кейбір сөздердің 2-3 баламасы да болады.
Ал енді оқушылар, бұл тапсырманы орындап болсаңыздар, келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Екінші тапсырма. Мәтіндегі ақпараттың дұрыс-бұрыстығын тексеріңіздер. Құрметті оқушылар, келесі тапсырмамыз өз ойларыңызды Попс формуласы арқылы толықтырыңыздар. Көп нүктенің орнына өздеріңіздің ойларыңызды жазып, сөйлемдерді аяқтап отырасыздар. Құрметті оқушылар, сабағымыздың қорытындысын көрсету үшін мынадай кестені толтыруларыңызды сұраймын. Менің сабақтан кейінгі әсерім кестесі. Қандай ой пайда болды? Не сезіндім? Не ұнады? Және не қиын болды? Ал енді құрметті оқушылар, үйге тапсырма. Рухани байлық тақырыбына шағын эссе жазыңыздар.